Балқаш қыздың көз жасы. Аңыз әңгіме. Балқаш өңірі әрі жылы, әрі күн сәулесі көп түсетін, табиғаты жағынан Қазақстандағы тартымды жерлердің бірі. Шөлді болып келетін қуаң дала Балқаш көлінен нәр алады. Бұл аймақ өзінің әсем көрінісімен, ерекше өсімдіктер мен жануарлар дүниесімен белгілі. Балқаш өңірін әртүрлі құстар мекендейді. Көлдің шеткері түкпірлерінде қызғылт және бұйра бір қазан құстар ұя салып бақыландармен бірге үлкен сап түзеп көлде жүзіп жүреді. Иқтифаунаға жататындар ішінде сазан, амур балығы, шабақ балық, каяз балығы, шұбаржан балық, ақ балық, ақ марқа, табан, жайын және басқаларын атауға болады. Көлден жыл сайын 8-10 мың тонна балық ауланады. Балқаш ақ балығы мен оның алабұғасы қызыл кітапқа енгізілген. Аралда өліп қалған шабақ балықтар мен арал каязы тек осында ғана сақталған. Балқаш көлді демалыс пен саяхат үшін аса бірегей орын. Мұнда жыл сайын еліміздің әр түкпірінен мыңдаған адам келіп демалады. Ертеректе Балқаш бойының тұрғындары көлді Ақ теңіз және Жұмбақ көл деп екі түрлі атап келген. Ақ теңіз деп көлдің батыс жағалауын мекендеген жұрт атаған, ал көлдің оңтүстік шығысын мекендеген ел Жұмбақ көл деп ат қойған. Көлдің қазіргі атауына байланысты халық ішінде бұрыннан айтылып келе жатқан мынадай аңыз бар. Бұдан көп ғасырлар бұрын көлдің батыс жағалауында мыңды айдаған бір байдың ай мен күндей сұлу, ақылы асқан, келбеті жарасқан қызы болыпты. Қыздың аты Балқия екен. Ата-анасы ауыл аймағы еркелетіп, оны Балқияжан, Балқаш деп атап жүріп, ақырында Балқаш атап кетіпті. Күндердің күнінде осы Балқаш айдай толып, алмадай пісіп, кемеліне келіп бой жетіпті. Осы шақта жастайынан айттырып, қалың малын тегіс төлеп бітірген бай құдалық қамына кірісіп қамдана берсін, келінімді биыл күзде түсіремін деп хабар айтып жіберіпті. Осы хабарды естігеннен кейін қыздың әкесі бесік құдасынан хабар келген соң қам жасай бастайды. Ал айттырып қойған күйеудің тілі сақау, есерлеу жігіт екен. Балқашқа бұл хабар төбесінен тас түскендей болып тиеді. Ас ішпей, ұйқы көрмей, сарғайып сола бастайды. Мұны сезген ата-ана, ағайын туған бір байдың еркесі өсе келе есі кіріп ел ағасы болып кетеді. Ақ батаны шариғат жолын бұзуға болмайды деп жұбатысады. Күнде ойын, күнде думан жасап, көңілін көтермек болады. Қайғы қасірет жүрегін Балқаш мұның біріне де назар салмайды. Жадыраған жаз өтіп, қоңыр күз келе жатады. Қыз елден безіп, қаңғырып өлсе де есуас сақауға бармауға бел байлайды. Өзімен көңіл қосып жүрген, осы ауылға ертеден сіңісіп кеткен, еті тірі Ерден деген жігітке Балқаш жолығады. Қайтсең де мені мына пәледен құтқар, өле-өлгенше алдыңнан шығып, айтқаныңды екі етпеймін, өлсең көріңе бірге түсейін деп отырып алады. Паналар жері, бетке ұстар елі жоқ жігіт не істерін білмей қатты қысылады. Ақыры қыздың зарына қабырғасы сөгілген, бір жағынан жатқа қиғысы келмеген ер көңілді жігіт бір түнде қызды атпен алып қашады. Барған бағыты бұдан бір жыл бұрын жау алған жылқыны іздеп жүріп кез болған қалың қамысты үлкен көл. Ерден күндіз аң аулайды. Балқаш жартасқа шығып, ұшқан құсқа асыр салып, ойнаған шабақтарға қарап бір ғана соны ермей кетеді. Елін сағынып, болашағын ойлап зар қағады.
Күндер өтіп күн салқындап, көлдің қататын мезгілі жақындай бастайды. Екі жас мұны асыға күтіп, жүректері алып ұшуда. Өстіп жүргенде бір күні іңірде арқандаулы аттар осқырып аласұрады. Қостан жүгіре шыққан ерден екі аттың жанында жарғалы тұрған қабанды көреді. Жігіт мұны көре сала, қос жанында жатқан сойылды ала жүгіреді. Аттарды құтқармақ болып жанталасып жүрген ерденді қабанның қарыстай аузы түйреп өтеді. Сол мезетте осқырынған арқандаулы аттар байлауын үзіп қашады. Қабан солардың соңынан кетеді. Бағанадан бері безек қағып маңайларына бара алмай жүрген балқаш жүгіріп келіп қызыл қанға боялып жатқан ерденге бас салады. Сүйемелдеп қосқа кіргізіп жарасына қараса қабан шабын жарып кеткен екен. Киіз тоқымды атқа күйдіріп жарасына басады, күл себеді. Ал босанған сәйгүліктер сол кеткеннен елге барып тіреледі. Бұл күндері жарасы денесіне жайылып, өне бойына қанды ірін кеулеп кеткен ерденнің әлі азая бастайды. Қыршын жас көп ұзамай қайтыс болады. Жалаң түзде жан жолдасымен айырылып, қыз балқаш ботадай боздап жалғыз қалады. Осы мезетте иек ортадан бір топ атты сау ете қалады. Қыз олардың ішінен өз туыстарын, қайын жұртын таниды. Қолға түсіп пенде болмас үшін балқаш жар соғып, көбік шашып жатқан көлге секіреді. Қаңқылдаған қаз, сұңқылдаған қу көлді айнала ұшып, адамзаттың аруы балқашты жоқтасты. Содан бері көл баурайын жайлап қонған ел көлді балқаш атап кеткен екен деседі.